қалай жасаймыз? Бұны пропорциялық теңдеу түрінде, тыңдаңдар. Бізде x міне мына жерде тұр. Немесе бұны пропорция дейді. Міне, былай көбейтсек, бабочка дейміз, көбелек әдісі дейміз, Демек, x қай жерде бар, соны мен бірінші жазамын. Себебі бұл теңдеу. Минус 1,6-ны көбейтемін, 2x қосылған 0,7-ге. Тек, мына екеуін көбейтеміз. 1,8-ді көбейтем 2,4-ге. Енді 2x қосылған 0,7-ні табу үшін мына беттегі 1,8 көбейтілген 2,4-ті минус 1,6. Минус 1,6-ға бөлем. Енді 2x қосылған 0,7 тек мына жерде де мына сияқты тиімді тәсілді пайдаланамыз. Ал кеттік. Оң сан минус нешеу? Біреу. Демек шыққан сан алдына бір дегенде минусты қойып қойып. Есептемей жатып таңбасын анықтап ұзақ қойып тастаңдар. Шатаспас үшін. Түсінікті ма? Енді есептеуге көшеміз. Ал жаңағы мен айтқан тәсіл айтыңдар. Үтірден кейін нешеу? Екеу, мында біреу. Демек қаншаға көбейтеміз? 100-ге көбейтеміз. Ал алымын көбейтіп жатырмын. 18-де 24 болды. Мынаның 100-ге көбейтіп едік, 16 болды. Енді бір нөл қалып қалды. Оны көбейтемін 10 деп жазам. Мәне. Енді қысқарту жасаймыз. 24 пен 16 қысқарады 8-ге. Мында 2 қалады, мында 3 қалады. 18 пен 10 қысқарады нешеге? 2-ге 5 қалады, 9 қалады. 2-ге 5 көбейтемін 10. Мына жер неше? 27 болады. Ал 2x тек мына минус 27-ні 10-ға бөлсек қанша? Қанша 10-дық бөлшекпен айтыңдар? 2,7. Мына 0,7 арғы бетке барғанда таңба өзгереді. Кейбір балалар осыны білмейді екен. Бір беттен екінші бетке барғанда таңба өзгереді. Плюс болса ол енді минус болып барады. Міне. 2x тек. Ал енді айтыңдар таңбалар қандай? Минус. Бірдей ма, әртүрлі ма? Бірдей. Қосамыз ба, аламыз ба? Қосамыз. Шыққан санның алдына минус таңбасын қоямыз. Қараңдар, екеуі де минус. Демек қосамын, алдына минусты қоямын. 3,4. Енді x-ті табу үшін осы минус 3,4-ті бөлемін. Қанша шығады? Минус. Бірінші сразу есептемей жатып, минусын қойып қойып. Минусын қойып қойдық. Қанша шығады? 1,17. Жауап осы екен.